Дарын, Жасұлан, сағынышқандай видеоларың жоқ қой. Мирас сенікі де өшіп қалды видеолар. Демонстрация көрініп тұр ма сендерге, балалар? Жасұлан, Мирас көрініп тұр ма? Иә. Материалдық нүктенің және көрініп тұрады. қатты дененің динамикасы деген, негізгі бүгінгі сабақ бізде динамика, оның ішінде Ньютонның 3 заңы, бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Балалар, негізгі бұл жаңа сабақты өтпес бұрын, алдыңғы сабаққа негізі қадам жасап алайық, сендерден алдыңғы сабақтан біраз сұрақтар арқылы еске түсіріп алайық, бұдан кейін барып жаңа сабақты бастаймыз. Дайынсыңдар ма, балалар? Дайынбыз ба? Естіліп тұр ма мен даусым? Иә, енді естілді. Балалар, қайсың айтасың? Алдыңғы сабақтан кинематика дегеніміз не? Кинематика дегеніміз кім айтады? Кинематика. Кім жауап береді? Айта қойыңдар. Механикалық дененің механикалық күшін, оны анықтайтын физикалық себептерге байланысты отырып зерттейтін саласы. Жарайсың, Құраш, дұрыс. Яғни дене массасы денеге әсер ететін күштерді ескермей, денелердің қозғалысын сипаттайтын физиканың бір бөлімі, яғни физиканың ішіндегі механиканың бөлімі. Балалар, дұрыс, жарайсыңдар. Келесі, ал механика дегеніміз не? Механика бір ортада жасап тұратын әдіс деп айтылатын мысалға. Дарын жауап беріп жатыр, бізде? Дарын, молодец. Яғни материалдық денелердің механикалық қозғалысы, ол жердегі, яғни бүкіл, мысалы, қысқаша айтқан кезде бүкіл физикадағы шамаларды және ол жердегі шапшаңдықты сипаттайтын шамалар. Бұрыштық үдеу, яғни ол шапшаңдық, мен сендермен шатастырып жатырмын. Механика дегеніміз механикалық қозғалысы мен олардың шамаларын зерттейтін физикалық бөлім. Балалар? Енді келесі сендерге тағы да сұрақ. Кинематиканы айттық. Абсолюттік жылдамдық дегеніміз не, балалар? Кім айтады? Абсолюттік жылдамдық дегеніміз не? Есімхан, Сағыныш. Дененің қозғалмайтын санақ жүйесінің бөлімі ма, апай? Жоқ, бөлімі емес. Жылдамдық деп тұр ғой. Яғни дұрыс айттың, дененің қозғалмайтын санақ жүйесіне қатысты несі? Жылдамдығы, жылдамдығы. Негізі балалар жылдамдық өзі абсолюттық жылдамдық, салыстырмалы жылдамдық, тасымалы жылдамдық деп бөлінеді. Соның ішіндегі абсолюттық жылдамдық дененің қозғалмайтын санақ жүйесіне қатысты жылдамдығы, балалар? Сәл болса да есіңізге түсіріп алдық па алдыңғы тақырыпты? Яғни физиканың бөлімдері, кинематика, динамика, механика. Ал негізгі балалар бүгінгі өтетін тағы да физиканың бір саласы бұл динамика екен. Көрініп тұр ма сендерге презентация? Көрініп тұр. Негізі сендерден балалар мен Платонус платформасында бұл презентацияны жіберіп қоям, және осы видео урокты жіберем. Дәптерге конспектіні керек жерлерін түртіп алыңдар, балалар? Қай жер екен мен сендерге жіберем. Мынаны қарай қойыңдар, міне. Динамика бұл денелердің өзара әрекеттесу заңдары. Яғни, дене қозғалысының пайда болу себептерін қарастыратын механиканың бөлімі. Яғни айтып тұр, денелердің өзара әрекеттесу заңдарын. Әрекеттесу заңдарын. Дене қозғалысының пайда болу себептерін қарастыратын механика саласы, яғни әрекеттерді, қозғалыстарды сипаттайтын сала, Арғарай, бүгінгі негізі біздің дәріс жоспарымыз, балалар. Негізгі өтетін тақырыпшаларымыз Ньютонның заңдары, Ньютонның 3 заңы бар. Соның бірінші заңы неге қатысты, екінші заңы нені сипаттайды, үшінші заңы нені сипаттайды. Ол 3 заң дегеніміз не?
және бәт заңы деген балалар мына жерде тұр ғой, бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Механикадағы күштер, қысым дегеніміз не, импульс дегеніміз не, импульстің сақталу заңы, энергияның сақталу заңдары. Міне осы дәрістерді өту арқылы біз бүгінгі динамика бөлімі қандай үлкен тарау екеніне мән береміз. Балалар, мен сабақ түсіндіріп жатқан кезде микрофонды өшіріп қоямыз. Микрофонды өшіре тұрыңдар. Сағыныш, микрофонды өшіріп қой. Микрофонды өшіріп қоямыз. Сағыныш. Өшіріп қойдың ғой. Аха, Сағыныш енді өшірді. Ал балалар, кеттік. Жаңа дәріс жоспары бойынша мен жаңа айтып кеттім, Ньютонның бірінші заңы. Негізі классикалық механика Ньютонның бірінші, екінші, үшінші заңдарына негізделген. Жаңа механиканы айтып кеттіңдер ғой сендер өздеріңе. Сол механикадағы Ньютонның бірінші, екінші, үшінші заңдары классикалық механика негізделген. Яғни Ньютонның бірінші заңы не дейді? Ньютонның бірінші заңы инерттілік заңы деп аталады. Қозғалыстағы дене өзінің бір қалыпты түзу сызықты қозғалысын немесе бастапқы тыныштық күйін басқа дене әсер еткенше сақтайды. Яғни қозғалыстағы дене қозғалып келе жатыр ғой, мысалы белгілі бір көлік болсын, доп болсын, қозғалып келе жатыр. Соған белгілі бір кедергі әсер етпегенде, ол өзінің күшін немесе жылдамдығын жоймайды. Тыныштық күйін басқа дене әсер еткенше сақтайды. Осыны түсіндіңдер ма? Мына жердегі В жылдамдық, өзіміз физикалық шаманы білеміз, балалар, 7-ші сыныпта өткенбіз. Жылдамдық, яғни бастапқы жылдамдық 0-ға тең. Түсіндік па, балалар? Келесі, дененің өз жылдамдығын сақтап қалу қасиетін инерттілік деп атаймыз. Инерттілік деп атаймыз. Жаңа бірінші презентацияда сендерге көрсеттім мен, Ньютонның бірінші заңы инерттілік заңы деп аталады. Ал инерттілік заңы дегеніміз не? Ол дененің өз жылдамдығын сақтап қалу қасиетін инерттілік заңы деп атайды екенбіз. Көрдіңдер ме? Мысалы, мына бірінші суретте жіпке ілінген шарик тұр, ал екінші суретте соған сырттан белгілі бір күш әсер етіп жатыр. Үшінші оған кедергі жасаған кезде ол яғни өзінің жылдамдығын немесе күйін сақтап қалады. Осы сурет яғни инерттілік деп аталады. Осыған инерттілік заңына мысал бола алады. Келесі балалар, масса. Масса дене инерттілігінің өлшемі. Сонымен қатар тартылыс көзімен объектісі болып табылады. Массаның екі түрлі қасиеті бар балалар. Инерттілік масса және гравитациялық масса. Күш, келесі физикалық шама. Бір дененің екінші денеге әрекетінің сандық өлшемін сипаттайтын векторлық шаманы күш деп атаймыз балалар. Күшті Исаак Ньютон ғалым ашқандықтан, соның құрметіне бұның өлшем бірлігін Ньютон деп берген. Егер денеге бірнеше күш әсер етсе, онда ол тең әсерлі күшпен алмастырылады. Бірнеше күш дегеніміз балалар, бұл жердегі құраушы күштер, тең әсерлі күштер, ауырлық күші, үйкеліс күші, міне күштердің түрі көп қой. Осыны айтып жатыр. Егер денеге бірнеше күш әсер етсе, онда ол тең әсерлі күш болады деп жатыр. Құраш саған күлкілі ма не? Келесі балалар, күштерді қосу векторлардың қосу ережелері болып табылады. Бұны Платонсқа жіберген кезде, қазір уақытымызды өткізбей, сол жерден қарап аласыңдар. Келесі суретке назар аударыңдаршы балалар, міне әр түрлі күштердің қосындысы тең әсерлі күштердің теңдеуі, міне жаңағы. Бірдей жылдамдықтарды үлкен массалы дене үлкен импульске ие болады. Мына суреттен қарап отырсаңдар, міне бірдей жылдамдықтарды үлкен массалы дене үлкен импульсқа болады. Екі көліктің суретін берген, сендерге? Үлкен жүк машинасы мен жеңіл машинасы. Екеуінің де жылдамдықтары үлкен. Яғни олардың массалары қайсысы үлкен болады, сол үлкен импульсқа ие болады екен. Келесі балалар, Ньютонның екінші заңы. Жаңағы балалар, яғни сендерге былай түсіндірем. Кез келген көлік болсын, зат болсын, қозғалыста болып келатса, мысалы көлік жүріп келатыр, соған сырттан күш әсер етпейінше, ол тыныштық күйін жоймайды. Яғни әсерін жалғастыра береді деген сөз. Бұл Ньютонның бірінші заңы. Ал енді екінші заңы балалар. F күшінің әсерінен алған дененің
алған үдеуі осы күшке тура пропорционал және дененің массасына кері пропорционал болады. Яғни мына жерде өздеріңіз суретте қарап отырсыңдар, иә? Бұл Ньютонның екінші заңы. Яғни F тең ma. F жаңа мен айттым ғой, күш, өлшем бірлігі Ньютон. M масса, ал A үдеу балалар. Осы жерде міне F күшінің әсерінен дененің алған үдеуі осы күшке тура пропорционал, ал дененің массасына кері пропорционал. Яғни мына жердегі Ньютонның заңынан үдеуді тауып алған. Көрдіңдер ғой? F бөлімде M алымында тұр ғой, дарын. Көріп отырмыз ба? Сол жерде айтады не? F үдеуге тура пропорционал, масса кері пропорционал дейді. Міне жазылып тұр, денеге әсер етуші күш F, дененің массасы M, ал A үдеу. Кішкентай А мен үлкен үдеу А-ны шатастырмаймыз. Үлкен А жұмыс болып табылады, кішкентай А үдеу болып табылады. Түсіндік па? Келесі Ньютонның үшінші заңы балалар. Ньютонның үшінші заңы бойынша денелердің әсерлесу күштері шама жағынан тең, бағыты жағынан қарама қарсы бағытталған. Яғни кез келген құбылыс болсын, күй болсын балалар, оған қарама қарсы күш табылады деген сөз. Мына жерде назар аударыңдаршы. Үшінші заңы бойынша денелердің әсерлесу күштері шама жағынан тең болса, ал бағыты жағынан қарама қарсы. Яғни кез келген құбылысқа қарама қарсы құбылыс болады, балалар? Мысалы, мен сендерге мысал келтірейін. Мына партаны немесе кез келген затты балғаны немесе ұратын болсақ, мысалы, мына өздерің қолдарың тұстаңдаршы. Жұдырықтарын түйіндер. Мысалы, осы жұдырықпен өздерің отырған партаны ұрыңдаршы. Ұрдық, осы партаға сендер қалай күш түсірсеңдер, ол партаның кері әсерлесу күші сендердің қолдарың әсер етті. Яғни қолдарың ауырды, Сол сияқты, мысалы, балтаны алатын болсаңдар, кез келген заттарды алатын болсаңдар, оның күштері шама жағынан тең болса да, бағыты жағынан қарама қарсы. Яғни Ньютонның үшінші заңы не дейді? Кез келген күшке қарама қарсы күш болады. F тең минус F деген осы. Балалар, келесі балалар бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Бағана дәріс жоспарында жазып қойғы бәт заңы деп. Бәт заңы бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Міне, не жерде, яғни M бұл жердің массасы, R жердің радиусы. Не жерде G тең 6,67, оның минус 11 дәрежесі деген бұл гравитациялық тұрақтылық. Балалар, келесі ауырлық күші және салмақ. Ауырлық күші жер бетіне жақын орналасқан кез келген материалдық бөлшекке әсер ететін күш ауырлық күші деп аталады, балалар. Мына суретте қаралып көрсетіліп тұр сендерге. Міне mg міне ауырлық күш, салмақ. Тірекке немесе аспаға түсіретін күшті айтамыз, салмақ дегеніміз. Гравитациялық тартылыс, бағана айттым ғой, G гравитациялық тұрақтылық деп. Гравитациялық тартылыс күшінің құраушылары тепкіш инерция күші және ауырлық күші, балалар. Ал тепкіш инерция күші дегеніміз не дейді? Дененің шеңбер бойымен қозғалыс кезінде айналу осіне перпендикуляр бағытталған күш тепкіш инерциялық күш деп аталынады екен. Ол суретті көріп аласыңдар, міне үйкеліс күші, балалар. Не жерде суретте сендер қарап отырсыңдар, бала, яғни шанамен сырғана батыр, Үйкеле қозғалатын екі дененің бір-біріне қатысты орын ауыстыру кезінде пайда болатын және әрқашан қозғалысқа қарсы бағытталған күш үйкеліс күші деп аталады. Жігіттер, сендер физиканы негізі тәжірибе арқылы немесе табиғаттағы, бұл физика дегеніміз табиғатта болып атқан құбылыстар ғой. Айналамыздағы болып атқан құбылыстар физиканың заңдылықтары. Сондықтан да сендер тұрмыста немесе тәжірибеде немесе айналамызда табиғатта болып атқан бүкіл құбылысты мысал ретінде қабылдасаңдар, физиканың кез келген тақырыбын оңай түсінесіңдер. Түсініп отырсыңдар ма? Мені бастарың кезе салыңдар, түсінсеңдер. Міне, Ньютонның екінші заңына мынау мысал қараңдаршы. Көлікті алған, Мысалы, міне, F үйкеліс күші. Жаңа айттық қой, екі дененің бір-бірінің бетімен үйкелісуі. Яғни жол арқылы көлік үйкелісу күшін жасап жатыр. N, мына жерде ауырлық күші N. Яғни көліктің жерге деген түсірген ауырлығы.
иә? Ал mg стрелкасы бұл салмақ, көліктің салмағы. Түсіндік па, балалар? Мынау үйкеліс коэффициенті бұл әрбір металдардың үйкеліс коэффициенттері берілген сендерге. Серпімділік күші берілген. Енді келесі балалар қысым міне. Бетке перпендикуляр бағытта әсер ететін күштің әрекет етілетін ауданға қатынасы қысым деп аталады. Яғни қысым П әріпінен белгіленеді, өлшем бірлігі паскаль. Не дейді? F, бағана айттым ғой балалар, күш, я, өлшем бірлігі ньютон. Қысым яғни күшке тура пропорционал, әрекет ететін беттің ауданына кері пропорционал. S дегеніміз аудан, өлшем бірлігі метр квадрат. Не жерде па деген балалар паскаль, бұл қысымның өлшем бірлігі. Дене импульсы, денелердің механикалық қозғалысының өлшемі дене импульсы деп аталады. Яғни ол П, М, В-ға тең. Масса мен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең. Импульстың сақталу заңы. Тұйық жүйеде жүйенің толық импульсы өзгермейді балалар. Абсолют серпімді соқтығысу, абсолютті дененің серпімсіз денелерінің соқтығысы. Келесі энергия. Энергия балалар әртүрлі формалы қозғалыстардың өзара әсерлесулердің универсалды өлшемі. Энергияның өлшем бірлігі джоуль. Энергияның екі түрі болады балалар. Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия бұл нежеде сендерде көрініп тұр, mv квадрат бөлінген 2 деген формула арқылы анықталады. Ол механикалық қозғалыстың энергиясының бір түрі. Келесі потенциалдық энергия, mgh, m масса, g. Білеміз ғой, я, g. Микрофонды қосып айтып жеріндеші, g дегеніміз не, балалар? G дегеніміз не? Микрофонды қосып тез айтып жереміз, дарын. Бізде уақыт бітіп атыр, балалар. Негізгі мына бақылау сұрақтарын қараңдаршы, міне осы бақылау сұрақтар арқылы сендерге тез қорытындылап жүрейін. Масса дегеніміз не? Тезірек айтамыз, балалар. Ньютонның неше заңы бар екен? Ньютонның үш заңы бар. Дұрыс айтасыңдар, Ньютонның 3 заңы бар екен. Бірінші заңы не дейді? Менің мысалы ретінде айта беріңдерші, мысалы ретінде. Ньютонның бірінші заңы не дейді? Жаңа мен айттым ғой. Кез келген дене өз бағытына қарама. айта ғой, айта беріңдер, Мирас. Өз бағытына қарама қарсы жүреді, және олардың сырттан белгілі бір күш немесе дене әсер етпегенде өз несін сақтайды. Дұрыс, күшін жоймайды, я? Ньютонның екінші заңы не дейді? Өзінің күшін жоймайды. Ньютонның екінші заңының теңдеуін айтып жеріндеші формуласын? F тең МА. Айттым ғой, масса мен үдеудің көбейтіндісіне тең, ә? Ал үшінші заңы не дейді, балар, Ньютонның үшінші заңы? Үшінші заңы, жаңа айттық қой. F тең минус F дедім. Не дейді ол? Дарын? F тең минус F. Мирас, я? Не ғой ол? Аха. G тең немесе. Жоқ, F тең минус F тең дедім. Міне. Мына жерде не мысал келтірдім мен, айта қойыңдар. Олар бір-біріне қарама қарсы жүреді. Күштері жағынан тең болса, бағыты жағынан. Күштері жағынан тең болса, бағыты жағынан қарама қарсы болады. Дұрыс, бағыты жағынан қарама қарсы екен. Сабақты түсіндік па, балалар? Міне осы қорытындылау сұрақтары осы болған, балалар, сендерге қорытындылау сұрақтарын түсіндіңдер деп ойлаймын. Осы презентацияны мен Платонусқа жіберіп қоям, балалар, бүгін. Бақылау сұрақтарына жауап береміз. Сол жерде тағы да мен тапсырмалар берем. Соны мұқият орындап жауап беріңдер. Кері байланысты міндетті түрде жасаймыз, балалар. Негізгі әдебиеттер, міне негізгі әдебиеттер осы жерден қарай қойыңдар. Сұрақтарың бар ма маған? Жоқ, апай. Жақсы, сау болыңдар, балалар, назарларыңа рахмет. Сау болыңыз, апай. Сау бола қойыңдар. Сау болыңыз, апай. Сау бола қойыңдар.
Ya aynalayın. Sen sabah ötüp de bәрін сөйлей алмаған қой. Aynalayın da men söyleyemem. Tırlığını isteyemem.